Облыста 6300-ден астам балабақша тәрбиеленушісі мектепке дейінгі білім мен тәрбие негіздерін тәмамдады. Бүлдіршіндер балабақшамен қош айтысып, алтын мектепке табалдырық аттайды, ал түлектерді шығарып салу салтанаты ата-ана үшін де, балалар үшін де ерекше есте қалар сәт. Номері 33-ші балабақша биыл 50 баланы мектепке аттандырады. Олар бұнда жазудың, санаудың алғашқы негіздерін үйренді. Мәдени тұрғыдан да жетіліп, көп үйренді. Енді өздеріне ыстық балабақшамен қоштасатын уақыт та жетті. Мен 2 жаста балабақшаға келдім. Мен алтын балық тобынан түлекімін. Барлығы жұмына көп рахмет. Ұстаздардың ұстасы, тәрбиенің ұстасы, балабақшаның басшысы, гүлдендерге бақсаны, мен геросы жақсы адам, сондықтан да біз үшін артықсыз басқадан, бізге мұнда әрдайым бәрі дәп-дайым. Балабақшамен қоштасу салтанаты мерекелік шоу ретінде өтті. Шараға мультипликациялық кейіпкерлер қонақ болды. Ал мерекелік шараға келген ата-аналар да балаларының алғашқы қадамына сәттілік тіледі. Барлық балабақша ұжымы және ата-аналар үшін өте ерекше күн. Толқып тұрмыз, өте көптен күткен күн. Жалпы бұл балабақшаға менің қызым 2 жасқа толмай келіп еді. 4 жыл өте шықты. Жалпы балабақшамыздың әкімшілігіне, педагог мамандарына, апайларына үлкен алғысымыз шексіз. Өйткені менің ойымша қазақ тілді балабақшалардың ең үздігі деп ойлаймын. Номері 33-ші балабақшада қазіргі уақытта 228 бала білім мен тәрбие алуда. Түлектерді шығарып салу салтанаты бұнда айрықша дәстүрге айналған. Осы балабақшамыздың түлектері мен ойлаймын 100% мектепке дайын деп, бірінші сынып табалдырығын аттағалы отыр осы 50 балаларымыз 100% меңгерді деп ойлаймын. Жыл бойы осы балабақшамызда әртүрлі іс-шаралар өткіземіз, таңертеңгіліктер өткіземіз. Барлық оқу қызметі сабақ кестесіне сай өтеді. Айта кетсек, Павлодар облысында мектепке дейінгі білім мен тәрбие беретін 381 мекеме жұмыс істейді. Онда 34 мыңнан астам бүлдіршін бар. Биыл олардың 6300-ден астамы бастауыш сынып табалдырығын аттайды. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.